Арал халық театры ұсынады. Сая Қасымбек. Лифт психологиялық драмасы. Қоюшы режиссер Диана Кеңес. Қоюшы суретші Дана Жоламанова. Мына кісі тым асық сияқты. Басасыз ба? Тоқтай тұрыңыздар, баспаңыздар. Сот деген кешікпей. Үлгердім ау. Мені де ала кетіңіздер. Тергезінде үлгердіңіз. Қай этажға баратын едіңіз? Сот отыратын этажы керек. 7-ші этаж ғой, мен барам. Сонда. Сіз қысылмай қамтырылмай. Я, бәрі жақсы отырсың. Ей! Көзіңе қарасайшы, не соқырсың ба не? Кешіріңіз, мына қарындас қысылмай тұрсын деп. Немене? Ол қарындасқа керек орын. Маған керек емес па не? Жоқ, маған болады, дауласпаңыздар, бәрі жақсы. Оғаш жоқ, қарындас. Сізге рахмет. Орныңызға. Ей! Сен есің дұрыс па өзіңнің? Әлде әдейі істеп тұрсың ба? Оғаш жоқ енді, кешіріңіз, өзіміз барып болғанымыз осы енді. Көзіңе қарамайсың ба? Мынаған не болды? Лепті істемей қалды ма не? Көрмей тұрсыз ба? Тоқтап қалған жоқ па? Иә, ең жетпегені осы еді. Ой, осы лифтіне бар ғой. Бақандай бір ай болды, жөнде қоймағанда. Шашымды аппақ қылатын болып бар ғой, мынаған не болды? Өздері мінбейтін болғасын, бастықтарға да бәрібір емес пе? Немене бастықтарын жоғарғы этажға қанаттарын жайып ұшып бара ма не? Жоқ, бұл анау қатардағы қызметкерлердің мінетін несі ғой, лифтісі ғой. Бастықтардікі бөлек олаған. Лифтіге дейін алып алған десеші? 5-ақ минутқа соттың басталуына ана оңбаған тағы да кетіп қалатын болды, енді қайттым. Менің де интернет арқылы жазылған уақытым болып қалды. Мына лифттің жүретін түрі бар ма, тағы да көріңізші. Басы күте тұрыңыз. Айналайын, бірдеңе жасасай жаңағы бұл қозғайсың ба? Сабыр сақтаңыз. Жүріп қалар қазір, басыптым ғой. Иә, сабыр сақтауларыңызды сұраймын. Сіздерге қарағанда мен асығыспын. Менің де сот залына кіретін уақытым болды. Сондықтан кішкене сабырмен күтсеңіздерші. Бір қағылдай бермеңдеші. Мен сияқты күйіп тұрсаң, көрер едім сенің сабыр сақтағаныңды. Ханымдар, сабыр сақтаңыздар. Бұл уақытқа дейін ана төмендегі осы лифтіға жауап беретін қызметкер білген болар. Қазір сабырмен күтейік, жүріп қалар. Дұрыс, күте тұрыңыздар. Телефон байланыс ұстамай қалды. Қараңыздар, сіздерде де сондай ма? Иә. Ұстамай ма? Егерге әуре болмаңыздар. Біз екі ортада кептеліп тұрғандықтан бұл жерде сөйтіп ұстамайды бәрібір. Тым құрғанда телефонмен ескертейін деймін, не болды? Былай тұршы, өзім-ақ қозғайын, былай тұршы. Ой, тұра тұрыңыз, баса жаны бар адамға қозғамайсың ба енді? Басып атырып қойсыз сізде, күте тұрыңыз. Күте алмайым мен. Күтіңіз. Мен күткеннен ана оңбаған мені тағы да кетіп қалады сотқа келмеді деп. Артын бір сипап кетіп қалса не істеймін мен? Жаман айттыңыз ғой. Бәрі мына сендердің кесірлеріңнен осы. Менің не қатысым бар? Сенің де алимент төлемей қашып жүрмегеніңе кім кепіл, Мынауын көріп кел ғой. Алимент төлемей қашып жүрген еркектерді білу үшін көріп келістің қажеті жоқ. Оңбағандан, бала тудыруды білесіңдер, асырайтын кезде қашып кетесіңдер. Жалпы еркектерді бар ғой, осы алимент төлемей жүрген еркектерді бір аралға жинап алып, үстіне бензинді құйып, күл шығармайтындай қылып, өртеп жіберсе ғой шіркін. Сонша қатты кез екенсіз, адамдарға сондай өшігуге бола ма екен? Айналайын, мен сияқты 3 баламен қаңғып жүрсең, қатты кезсің ба, жұмсақсың ба, көрер едім сені. Бір. Мына тар лифтіні мінездеріңізбен тарытпай, кішкене сабыр сақтаңыздар. Күте тұрсаңыздар кішкене. 1, 2, 3, 4, 5. Қыз, немене қаралай санама қойнап? Бала күнгі әдетім ғой. Бай, өзіміз тар қапасына тон шығып тұрсақ, балалық шақпен ойнаған есе, есі дұрыс па мынаның?
Ашуыңызды жан жағыңызға шашып тұратын әдетіңіз жаман екен. Немене? Мені осы лифттің ішінде тәрбиелейін деп дедің не? Жоқ, маған болады дауласпаңыздаршы. Мен солай кішкентай кезімнен қатты қорыққанда 100-ге дейін санап қорқынышымды басатын әдетім бар. Ештеңе етпейді, босқа әуре болмаңыз. Мына жерде бостан босқа ұрсып тұрғанша, одан да санамақ ойнаған дұрыс сияқты. Мен де қосылайын. Бірге. 1, 2, 3, 4. Тоқтаңыздар. Шынымен көмегі тиетін болса, мен де қосылайын. Кеттік. Бірге. Кәне. 1, 2, 3, Келсеңізші. Келсе, братан. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Құдайым! Мынадай жындыханаға тап болам деп түшек қасам. 17, 18, 19, 20. Осылай кете береді дейсіз ғой. 100-ге дейін санаймыз. Ой, Шынымен бар ғой. Келесі жолы тағы осындай қапасқа түсетін болсам, санамақ ойнайтын боламын. Құдай сақтасын, түспейін деп тілесеңші. Соны айтам, сіз осында жұмыс істейсіз ба? Иә, айдауылмын. Ей, айдауыл болсаң, тезірек мына лифттің айдашыш. Есеп тұрсын. Айтайын дегенім бойыңыз ұзын екен. Мына телефонды жоғары қарай көтеріп көріңізші, мүмкін. Байланыстайды. Иә, көр. Көрейін. Сөйтші. Созыңқыра қолыңды. Созып атырмыз. Әлде де соз. Бар ма екен? Бар ма, ұстай ма? Каз. Мына жерде бар ау деймін. Былай. Бар ма? Бар ма екен? Жоқ. Каз, мына жерін көрейінші. Қазір көрейін. Бар ма? Бар ма? Бар ма, шеш? Жоқ, қой ұстамай атырмын. Тұра тұршы. Мына жерде бар екен. Бар ма? Бар ма? Жоқ. Айналайын, бар ма жоқ па? Екеуінің біреуін айтсайшы, адамды жынды қылмай. Қазір тұра тұрыңызшы, мен арт жақтан көрейінші. Может, мына жерде ұстайтын шығар. Осы жерден ұстап қалайық. Егер ұстаса маған бере қойыңыз. Аха, қазір. Ай, қолыңды соз деп айтшы, қолыңды созыңқырашайшы. Ойбай, тосайшы үстіме мініп алған еш. Ең кездірдей ол. Мен не әдей жатыр дейсіз ба? Құлап қалдық қойын. Абайламайсың ба не? Ішеріңіз ауырып қалған жоқ па? Жоқ, бәрі жақсы. Кешіріңізші, мен өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Кешіріңіздерші, сіздерге жайсыздық туғыздым ғой деймін. Байланысты іздейміз деп денемді игере алмай қалғаным. Я, сол сен денеңді игере алмағанның кесірінен мына жерде тамаша болып тұрған жоқпыз ба? Қызық екен. Мен де сіз секілді тар қапаста тұрған жоқпын ба? Тұрсың әрине, бірақ сендердің кесірінен менің қаңғып жүргенім осы. Алимент сұрап, әркімнен тентіреп. Түсінбедім. Сіз мені басқамен шатастырып тұрған шығарсыз, мен сізді танымаймын. Оның үстіне сіздің қаңғып жүргеніңізге, алимент сұрап жүргеніңізге менің қандай қатысым бар? Сендер қыздар, осы неге ана бай жігіттерге қарамайсыңдар, қалтасында ақшасы бар, үстінде зәулім үйі бар, астында машинасы бар жігіттерге неге қарамайсыңдар? Менің қайыршы байымда көк тиын ақшасы жоқ, тақыр кедей менің байымда не шаруаларың бар ғой сендердің, а? Тақыр кедей байыңыздан құтылғаныңызға қуанбайсыз ба? Немене, кіргізіп алғаныңа мәз болып тұрсың ба не? Кешіріңіз. Бұл кісінің сіздің шаңырағыңызға қандай қатысы бар? Соны айтам. Айтатын болсаңыз, анау өзіңіздің адамыңызды айтпайсыз. Айтамын сол, айтамын. Түбі естейтін әңгімесі ғой, осымастан ести берсін. Сіз өзі жөнсіз киліккенді, орынсыз тиіскенді қоймайтын адам екенсіз. Мына жерде бәріміз де тар қапасқа тарылып тұрмыз ғой. Сондықтан тыйыш жайыңызға қарап күтіңіз. Сіздің диагнозыңыз белгілі болды. Немене? Сен немене, дәрігер ме едің не? Айтшы, ол қандай диагноз? Өз бақытсыздығыңыз үшін өзгеден өш алу. Сен осы жерде аса бақыттылығынан тұр екенсің ғой, Жоқ, бірақ дегенмен ешкімнен өш алғым келмейді. Ал менің өш алғым келеді, мына сендейлерден, қуынбаған немелер. Шаңырақтарыңды шайқалдып, әйелдерін тастап, көрінген әйелдің ізінде сүмең етіп жүрген еркектерден мен өшімді алғым келеді сол. Ньютонның жаңа заңын ашсын деп ойлап тұрсыз ба? Мына жерге келгендердің барлығы өш алуға келмей ме? Сондықтан сабырмен лифттің жүргенін күтіңіз. Күте алмайым мен. Онсыз да мына жұқарып тұрған жүйкемді мына тоқтап қалды. Лифтті де әбден жұқартты. Мен ертең бармай қалсам мына оңбаған тағы да мені күтпей кетіп қалмай ма? Күйінбеңізші, болды. Сабыр сақтаңыз. Жаңа кіреберісте күзетшімен тіркелдіңіз бе, күзетшіге? Иә, тіркелдім. Онда уайымдамай тұра беріңіз. Сіздің ішке кіргеніңізді білген күзетші хатшыға хабарласады. Сізді күтетін болады, уайымдамаңыз. Иә, ол да дұрыс екен. Жанымыз өзімізде қалдап айт. Сен тұршы жан-жағыңа, шашырамай. Адам нервысын ойнатып. Не вот мағана? Сіз жаңа өзгеден өш алуға келеді дедіңіз бе? Сізше ол дұрыс емес па? Жоқ, дұрыс қой. Бірақ көбінесе жазықсыз адамдар сотталып кетіп жатады. Соны айтқаным ғой. Жазықсыз? Сонда менің ана алимент төлемей қаңғып құтырып жүрген байымды кім жазалайды сонда?
кім жазалайды? Мына кісін-ай. Айдауыл болып жұмыс істейтін болғандықтан, мына жерге көбінесе әйелдердің өздері ажырасуға арыз жазып келеді. Дұрыс айтасың. Еркектерді кінәлау дұрыс емес. Дұрыс емес? Иә, қарға қарғаның көзін шықмайды. Иә? Егер әйел мен еркек бірдей кінәлі болса ше, қайсысын Немене? соттау керек? Немене, не деп тұрсың сен? Енді. Әйел баланы туады екен, оны бағады екен. Әйелдің бұл жерде не? О бишаралардың не жазығы бар бұл жерде, а? Тексіздер санын көбейткендер үшін. Немене? Тексіздер санын көбейткендер үшін деймін. Құлағыңыз дұрыс естімей ма? Құлағым өте жақсы естиді, бірақ сенің мына сөзіңді естігімде, тыңдағым да келмейді. Байқауымша сіз де осында қызметтесіз ғой деймін. Иә, сот хатшысымын. Ендеше әкеле жатқан арызымды сізге өткіземін ғой. Иә. Ойбай, тұра тұрыңыз. Әуелі мына тар қапастан құтылып алайық та. Қызық екен. Құрметті адамдар, алдарыңызда тұрған сот хатшысы арыз бер... Жарайды, әкеліңізші. көрейік. Мынау не шатпақ? Арыз? Арыз екенін көріп тұрмын. Кімнің үстінен жазып тұрсыз? Жазулы тұр ғой, сауатыңыз бар шығар, анықтап оқысаңызшы. Сауатым болмаса, сот саласында жұмыс жасамас едім. Бәлкім сен түсінерсің, оқып көрші ма? Әкекші көрейін. Арыз дейді. Қырақта бізде. Оқып атырмын ғой, Қырақта тұрақтан. бізде не екен? Менің сотқа арыз беру себебім, өз балаларын жетімханаға өткізген күллі әйелдер мен еркектерді сотқа тартуды, жазалауды талап етемін. Бірдеңе түсіндің ба? Ой, білмеймін. Ал сіздер ше түсіндіңіздер ма? Түсінсем бермасын. Мен де ештеңе түсінген жоқпын. Бәлкім өзіңіз жөндеп түсіндірерсіз. Түсінбейтін несі бар? Сіздер мемлекетімізде қанша жетімханалар бар екен, білесіздер ме? Қанша деймісіз? Білмейді екен. Біз мақтанып жүрген мемлекет әлем бойынша адам басына шаққанда жетімханалар саны жағынан 4-ші орындамыз. Не дейді? Түбі қайдан шыққан білмейтін тексіздер армиясын ұлғайтып жатқандар кімдер? Сіздерден сұрап тұрмын. Тексіздер армиясын ұлғайтып жатқандар кімдер? Сіз қызық сұрақ қояды екенсіз. Біз анау әйгілі телешоуға сұраққа жауап беру үшін келіп тұрған жоқпыз ғой? Шоу? Иә. Сіздер үшін жай ғана шоу ма? Ал ана тексіздер армиясына ше? Жастыққа бас тиісімен, шіркін, ертең әке мен анам келіп мені алып кетсе ғой деп, түнімен көз жасына булығып ұйықтайтын жетімектер ішінде шоу деп тұрсыз ба? Кешіріңіз, мен ондай қатты... Иә, ештеңе етпес. Сол үшін арызында жазылғандай жетімханаға өткізген әйелдер мен еркектердің барлығын сотқа шақыртыңыз. Сотқа шақыру деген осы екен деп. Бет жоқ, көз жоқ, кімді шақырам? Сізге не болған? Қолыңыздағы арызда жетімханаға балдарын өткізген күллі әйелдер мен еркектер жазылып отыр ғой. Біріншіден, дұрыс атауы жетімхана емес, балалар үйі. Ол қоғам үшін солай. Ал мына біздер тірідей жат қабырғада тәрбиеленгендер үшін жетімхана. Демек, балалар үйінен болдыңыз. Иә, Түсінікті. түсінікті болса, арызым бойынша тастандылар легін көбейткендердің баршасын сотқа шақыртыңыз. Ол мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Біріншіден, бүгінде олардың өз отбасылары бар. Ал екіншіден, балаларды тапсырып кеткен адамдардың аты жөні құпия сақталады. Үшіншіден, Сіз сол құпияны ашу үшін барлығын сотқа шақыртыңыз. Қолыңыздағы билікпен күллі құпияны талқандаңыз. Жазықсыз нәрестелердің өміріне балта шапқан үшін өз басын күйттеп жүрген көкектерді мына біздердің алдымызға сотқа шақыртыңыз. Біріншіден, мен жай ғана соттың хатшысымын. Ал екіншіден, өз балаларын өз еркімен балалар үйіне тастап кеткендерге қарастырылған заң жоқ қой. Үшіншіден, сіздің сотыңыз бірінші мен екінші деп тұрады ма? Сонда мына біздер нешінші орындамыз? Жалтармаңыз. Жауап бермейінше мына жерден ешқайда кетпейсіз. Сен өзің қайда тұрғаныңды ұмытып қалдың ау дейме? Жүрмей тұрған лептіден ол қайда кетеді? Ал айтпесе,
бір ай бойы сотқа адам тасып жүріп, мынандай спектакльді бірінші рет көру. Ордақтың көкесі болайып тұр, аға. Сіз маған ренжімеңіз. Бірақ күллі деген кім сонда? Аты ма? Жоқ. Тегі ма? Жоқ. Енді кім сонда? Қолыңыздағы арыз бойынша сот өткізуіңіз керек. Менімше, сіз кірген есіктен жаңылған секілдісіз. Мына біздің тұрған жеріміз, мына лифт сот ғимаратының лифті. Демек, бұл жерді сот деп атайды. Ал бұл жерге жеке тұлғадан немесе бір мекемеден келіп түскен арызды жүзеге асыруға немесе асырмауға жасалатын жер. Түсіндіңіз бе? Менімше, сіздің мынадай талап арызыңызбен сотқа емес, психиатрға баруыңыз керек. Түсінсем бермас. Түсінбесеңіз түсіндірейін. Мен сізге қысқаша бір ауыз сөзбен түсіндіруге тырысайын. Мен жауапкершілікпен қиындықтан қашып, өз нәрестелерін жетімханаға өткізген күллі әйелдер мен еркектердің сотқа тартып жазалануын талап етемін. Сіздер қалайша түсінбейсіздер. Мен күйеуге шығуға қорқамын. Не? Күйеуге шығуға қорқамын деймін. Қалай күйеуге шығуға қорқам? Бесіктен беліңіз шықпаған жас қыз емессіз. Жасыңыз 22-23-ті көрсетеді. Оу, күйеу сізді жек қоймайды ғой дейсің ғой? Жайшылықта сіздерге солай көрінетін шығар. Бірақ мен күйеуге шығудың өзінен емес, күйеуім кім болады деген ойдан қорқамын. Сіздер жалпы бірдеңе түсіндіңіздер ма? Мен де ештеңе түсінген жоқпын. Көрдіңіз ба? Сізді ешкім де түсініп тұрған жоқ. Несіне таңырқайсыз? Мен сот саласында бірнеше жыл жұмыс істегендіктен айтайын. Біріншіден, күйеуге тиюге қорқатыны үшін қарастырылған заң жоқ. Ал екіншіден, сізде осындай сұлу қыздың артынан өріп жүрген жігіттер көп болғанда, не үшін күйеуге тиюге қорқасыз? Иә, жігіттер өріп жүр. Бірақ мен оларды қабылдай алмаймын. Әйтеуір, жоқ емес бар екен ғой. Барды қабылдамастан кім өкпедесін айналайын. Сосын бар ғой, сенің күйеуге тигені, тимегенің кімге міндет, а? Өйткені сол! Өтінем, жыламаңызшы. Сабыр сақтаңыз. Құдай үшін. Жарайды, бәріміз тыңдайық. Қараңыздар, тыңдаймыз, иә? Иә. Ағай, қараңызшы. Не үшін күйеуге тиюге қорқасыз? Жыламай түсіндіріп айтыңыз. Егер ол, Иә, егер ол. Әй, айналайын, әуелі әңгімеңді айт, содан кейін жылашеш, адамның ішін пыстырмай. Егер ол жігіт менің белгісіз әке шешемнен туылған, туған ағам, туған бауырым болып шықса ше, мен сүйген жігіт менің белгісіз әке шешемнен туылған бауырым болып шықса ше, олай болу мүмкін емес деп ойлап тұрсыз ба? Айналайын, құмырсқадай қыбырлаған қара халықтың ішінен неменеге сенің туған ағаң тап болады? Есің дұрыс әңгіме айтшеш, жалпы өзің есің дұрыс па? Сенбей тұрсыз ба? Былтыр менен 2 жас құрбым, 2 жас үлкен құрбым күйеуге шықты. Құтты болсын. Қайдағы құттылық? Сұрастыра келе, күйеуінің кім болып шыққан білесіз бе? Өзін тастап кеткен әкесінің заңды некеден туылған ұлы болып шықты. Не дедіңіз? Сүйген жарының туған қандасы, қарындасы екенін білген жігіт асылып өлді. Масқара ғой ма? Масқараның көкесі сол. Шындықтың бет ашылғаннан құрбым 9-шы қабаттан секіріп өлгісі келгенде жолының зақымдалып, тірі қалып, өмірлік төсекте байланып жатыр. Ал бұл сұмдыққа кім жауапты? Екі бірдей өрім жастардың қасіретіне кім кінәлі? Түсінемін? Сіз түсінбейсіз. Сіз түкке де түсінбейсіз. Түсінсеңіз, жаныма жерде сұрақтар қоймас едіңіз. Халықаралық жарыстарда жүлделі орын иеленіп жүрген балерина жіпсіз төсекте байланып жатыр. Ал жазықсыз нәрестелердің күйреген тағдырына кім жауапты? Міне, мен сол үшін сіздің алдыңызға келіп отырмын. Иә, тағдырларыңыз өте аянышты. Аянышты? Сіздер үшін жай ғана аянышты. Ал мына біздер
жатырдан жылап шыққан тексіз тастандылар үшін ше? Білесіз бе? Сол құрбым бізге қарағанда ата-анамды тезірек тапсам деп армандайтын. Тапты? Қалай тапты десеңізші? О, Құдай, сіз сотсыз ғой, айтыңызшы. Жазықсыз нәрестелердің күйреген тағдырына кім жауапты? Құрбым мен күйеуінің не жазығы бар? Міне, сол үшін келіп тұрмын ғой сізге. Естімеген елде көп деген. Әйтсе де, миллионға кездесетін бір жағдайға бола, неге сонша күйеуге тиюге қорқасыз? Келесі миллионға мен тап болсам ше? Олай болуы да мүмкін емес деп ойлап тұрсыз ба? Ана құрбым да солай ойлаған. Өзіме жания табамын деп. Ал мына сіздер жания сөзінің мағынасын бір ұяда отырып шай ішкеннен артық бақыт жоқ екенін ұғынамысыздар? Қызым, айтуыңның бәрі орынды, сабыр сақта. Тағдырдың талқысына кімдер түспеді дейсің? Қателіктер баспалдағы қай жерімізден, қателіктер баспалдағына қай жерден сарапқа салады? Қай жерінен сүрінетімізді кім білсін? Мен ғашықпын. Өзімнің адамымды өлердей сүйем. Онсыз маған тіршіліктің мәні жоқ секілді. Бір ай бұрын ол маған үйленуге ұсыныс жасады. Ал мен қуанудың орнына қорқып кеттім. Түсінесіздер ме, үрейлендім. Егер менің туған ағам болып шықса ше деген ой түнімен маған маза бермейді. Егер шынымен солай болып шықса ше, олай еместігіне анау мені дүниеге әкелген екеуден басқа кімнің кепілі бар? Айтыңыздаршы, құдайшылықтарыңызды айтыңыздаршы. Сонда мен өмір бойы қорқумен, үреймен өмірімді өкістеп өткізуім керек пе? Біздің көз жасымыздың өтеуін кім төлейді? Сондықтан анау ойнап жүріп от басып нәтижеге айналдырған бейкүнә біздерді тексіз тобырға, тексіз тастандыларға айналдырған әйелдер мен еркектердің баршасын сотқа шақыртыңыз. Сізге не болды? Құдай сақтасын. Шошып жібердіңіз ғой. Тұрыңыз қанеке. Құрсын, ұрыссаңыз ұрыса беріңізші. Тек тала көрмеңіз. Иә. Бар жерде. Жақсыз ба? Кешіріңіздер. Кешіріңіздер. Ой Алла. Иә. Тағдырларыңыз аянышты. Ал сіз аямаңыз. Шаранадан шыға сүйегі бекіген біздер аяу деген екіжүзділікті қабылдай алмаймыз. Ата-аналардың бауырында өскен балалардан біздің ерекше айырмашылығымыз көлгірсуді көзсіз көріп, үнсіз сесіп қоямыз. Сондықтан айтар сөзіңізге бірден кірісуіңізге болады. Әдемілігіме қызығып тұрсыз ба? Тұсынан өткен еркек кіндіктінің барлығының мойны үзілердей қарайтын білмейді ғой деймісіз? Әлгі екеудің маған сыйлап кеткен жалғыз сыйы осы. Сұлу ғып туғызғандарында ғана. Құбыжық болмағанына шүкір. Құбыжықтық тек сырт бейнеге байланысты деп кім айтты? Сырты сұлу бола тұра, жан дүниесі құбыжықтар бар дегіңіз келіп тұр ма? Иә, солай дегім келді. Оны қайдан біліп қойдыңыз? Жаңа ғана көлгір суды көзсіз көріп, үнсіз сезіп қоямын деген жоқпын ба? Басқа жетімханада кітап оқу, сабақ оқу жағы жолға қойылған. Сіздердің отбасылы балаларыңыздан артық білмесек, кем білмейміз. Қысқасы, әлгілер соттайсыз ба, жоқ па? Соттау деген осы екен деп, бет жоқ, көз жоқ, кімді соттауым керек? Неге бет жоқ, көз жоқ? Мені тастап кеткендер ше? Жарайды, жақсы. Бізге келмес бұрын, балалар үйінің басшылығынан мен тастап кеткен кім деп сұрадыңыз ба? Сұрауға миым жетпеді деп ойлайсыз ба? Сұрадым. Содан Мені аялдаманың орындығына тастап кеткен. Тым құрыса, тегім жазылған бір жапырақ қағазды қалдыруға қимаған. Білесіз бе? Мен тексізбін. Күлкілі. Сонау көне ғасырда салынған ғимараттардың, сызушылардың аты жөні жазылып қалдырылған. Ал мына біздер
тірі жандардың нақтылы тегіміз жоқ. Айналаңызға қараңызшы. Мен секілді тек сіздер өріп жүр. Әкесінің кім екені, анасының кім екені белгісіз. Көшеде қаңғып жүрген бұралқы иттер секілді. Тек сіздерміз. Тым қатты айттыңыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мен үшін өмірде жұмсақ нәрсе болды ма? Әрине айта алмайсыз. Менің жалғыз ғана арманым бар. Анау, мені дүниеге әкелген екеуді соттап, қараңғы қапасқа тастап, жарық дүниені көруге зар еткізу. Сіз тым қатал екенсіз. Қатал? Ал мына мені, шаранадан енді шыққан мына кім, мені кім аяды дейсіз, а? Кішкентай баланың есінде ештеңе қалмайды дейді. Өтірік. 3 жасар кезімдегі оқиға әлі жадымда сақтаулы тұр. Кішкентай тәнім көрген азап есіме түссе, әлі күнге сай сүйегім сырқырайды. Үстіме шешек шығып ауырып қалдым. Мен сияқты жетілмектер толып жатқан жетімханада тәрбиешілердің саны да жетіспейтіні белгілі жайт. Менің әрбір жарама кім дәрі жағып отырады дейсіз? Уақытылы дәрі жағылмағаннан шешегім асқынып, денем жараға сіресіп қалды. Әрбірден қышып сүйектерімді қақсатқанда, ыстығым көтеріліп, денемнің от болып жанғаны әлі есімде. Ал ары қарай сандырақтасам керек. Көзімді ашсам, мама деген бейнені көрдім. Мені қалың оттың арасынан алып шығуын, тым құрғанда үстіме суық су себуін сұрап жалбарынамын. Ал ол болса бұрылып та қарамады. Алғаш рет айтып көрмеген сөздің аузыма қайдан түскенін қайдам, мама, маматай деп жүгіре беріп. Ал көзімді ашсам, тәрбиеші апай жарама дәріні батырып жағып жатыр екен. Әр батырғаннан шыбын жанымның көзіме көрінетін қайдан білсін. Мен тістендім. Жыламауға, үнсіз қалуға тырыстым. Кішкентай болсам да сол кезде шіркін, қасымда анашым болғанда мен тез жазылып кетер едім деп армандадым. Ал сіздер менің санамағыма күлдіңіздер. Менің санамақпен арпалысып жатып, үрейді жеңетінді сіздер қайдан түсінерсіздер? Ал сіз тым қаталсың деп айыптайсыз. Қасқыр екеш қасқырда бөлтірігін арқасына салып жүріп ауыздандырады емес пе? Сонда әлгі мені дүниеге әкелген екеу қасқырдан да өткен жыртқыш болғаны ғой. Міне, сізге соттауға деген дәлел. Себебін жеткілікті келтірген шығармын. Сұмдық қой. Сұмдық. Саған не болды? Кеудесінде жаны бар адамның анандай жаға қалай шыдайды? Сіз тым болмаса рейтін қарап мына кісінің өтінішін орындатсаңызшы. Мен бәрін түсініп тұрмын. Бірақ заң аясынан асып күлліні қалай соттаймын, а? Тым болмаса тегі белгілі болғанда әңгіме басқа болар еді. Айтпақшы, сіздің туған күніңізбен жылыңызға байланысты сол жылы туылған балалардың перзентханадан төлқұжатын тексеріп көрейін. Мен ол жағында қарастырып ұстағам. Мен байырғы жолмен үйде туылыппын. Өзімнің жылым мен айымда туылғандардың барлығының картотекасын қарап шықтым. Қалдырылған ешкім жоқ. Үрейленуімнің себебін енді түсінген шығарсыз. Мен дайынмын. Қайда? Сотқа. Қайдағы сотқа? Енді мына кісі сізге сотты талап етіп отыр ғой. Талап етсе қайтеді екен, сізге оның не қатысы бар? Егер сен осы жерде талабың орындалса, риза боласың ба? Әрине. Ал орындалмаса ше? Орындалғанға дейін тырп етпей күтем. Күтуге жыл керек болса, жылда күтем. Көрдің бе? Жыл күтетіндей уақыты бар екен. Ал сізде уақыт бар ма? Уақыт жоқ әрине. Олай болса, бір адамның тілегін орындап, осы жерде сотты өткізіңіз. Бастаңыз сотыңыз. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Еркексіз сот жүрмеу керек. Ал әйтпесе, біреу аздай өзі екіншісін сұрайды ғой. Сіздің қолыңызда
әйелдер мен еркектер деп жазылған. Я делік. Әйел табылды, ал еркек қайда? Әйел баланы күлге аунап таппаған шығар. Баланы жасау процесіне атсалысқан әке қайда? Таптым. Біз бүгін сүйіктім екеуміз театрға барамыз. Сонда сізді алып кетейін. Театрға менің не қатысым бар? Қалайша, сіз бар ғой өзі, жоқ нәрсені бар қылып ойнауды қатырады екенсіз. Мұна біздің тұрған тұрсымыз комедия болып шыға келмей ме? Сіз мені мазақтап тұрсыз ба? Я. Мен сізді? Не? Мен сізді? Не, сотқа бермексіз ба? Сот сізге соншалықты ойыншық бәрі. Айқайламаңыз. Не? Айқайламаңыз. Керек болса, бүкіл әлемнің еркектері мен әйелдерін шақырып, сотқа беріңіз. Сіз де маған айқайламаңыз. Аяу сезімі тек сенде ғана бар деп кім айтты, а? Маған салса, әлемдегі барлық қатыгездерді сотқа тартқым келеді. Бірақ ол мүмкін емес қой, неге түсінбейсіңдер? Ондай заң жоқ қой әлемде. Өтінем, сабыр сақтаңыздарша. Бәріміз сабыр сақтайық. Я, түсініп тұрмын сізді, сізге қатты көмектескім ақ келіп тұр. Бірақ заңнан асып қайда барам, на? Оның үстіне мен жай ғана соттың хатшысымын ғой. Біз сізді сот деп қабылдаймыз. Өзіңіз айттыңыз ғой, сот процесін өткізіп жүрдім дедіңіз. Онда сізге таншы емес, ең болмаса осы жерде сотты өткізіп бір адамның өтінішін орындайық. Бастаңыз сотыңызды. Жоқ, қарсымын. Еркексіз сот жүрмеу керек. Мына қыз өзінің рөліне жақсылап кіріп барады ғой. Міне еркек дайын. Дайын міне. Еркек дайын міне. Кешіріңіз, мен сізді таныйын ба? Танымасаң, танысқаның көкесі әлі алда. Мынау сенің қызың. Не? Я? Қайдағы қыз? Сіз не айтып тұрсыз? Мен бұндан мүлдем басқа шаруамен келгем. Былтырдан бері алиментімді төлей алмай, негізі мен қашаға әкелердің қатарынан емеспін. Былтырдан бері жұмыстың реті болмайсың. Мен неге бір өзім жауап беруім керек оны? Жетімханаға өткізгені. Екеумізге жауапты нәрсе сенде, мен де жауап беруіміз керек. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Кешіріңіз. Сіз не айтып кеттіңіз? Қайдағы қыз, қайдағы жетімхана? Біле білсеңіз, менің әйелім бар. Мектепте мұғалім, балам бар 4 жаста. Сіз не айтып кеттіңіз? Әрине мені білмейсің, есіңден танып қалғансың. Өйткені, мына қыз менің ішіме бітіп ойына сен деген ат тоныңды алып қашып кеткенсің баяғыда. Мен сізді мүлдем танымаймын. Бірінші рет көріп тұрмын. Қайдағы қыз, қайдағы жетімхана? Мен кетім керек, былай тұршы. Төмендегілер! Мына сайтан алғыр лифті қашан жүреді, жүре ма? Тоқтаңыз, бекерге әуре болмаңыз. Бүгінде олар түскі үзіліске шығып кеткен сияқты. Мен қайда кіріп кеттім, осы театрға кіріп кеткен жоқпын ба? Сотқа жауап беруге кіріп кеттіңіз. Сіз қайдағы сотты айтып тұрсыз? Сіз қарасаңызшы. Мынау қызды қараңыз. Жасты ерекшелігіңіз ондай қатты алшақ емес. Бұл қайдан менің қызым болмақ? Мен сізде қашақ әкенің сотталуын талап етіп келдім. Сондықтан сұрақтарымызға жауап беруге мәжбүрсіз. Енді түсіндім. Мынау пранк па? Пранк қой, а? Қазір камерамен, гүл шоқтармен жетіп келеді. Жоқ, менің әртістік қабілетім нашар. Мен билет бер десеңдер, бір-екі илалауға болады. Былай түше, мен кетуім керек негізі. Төмендегілер! Сіз қызыл екенсіз. Қайда кетпексіз? Соттың заңды қызметкеріне тіл тигізгеніңіз үшін басыңызбен жауап беретіңізді білесіз бе? Мынау не болып кетті? Айналайын шырақтарым, өтінемін. Былтырдан бергі төлемеген алиментімді егеселеп төлеп берейін. Маған тиіспеңізші, өтінемін. Рұқсатты мына қызыңнан сұра. Өтінемін, маған тиіспеңізші. Алдымен сұрақтарыма жауап беріңіз. Мыналардың бәрі есінен ауысқан шығар. Сен білесің бе, аналардың не болып жатыр мына арада? Бәрі есінен ауысқан. Қатысушылар түгелденді. Сот отырсын, бастаймыз. Тоқтай тұрыңыз, тоқтаңыз. Я, не айтпақсыз? Мен де, мына менің азаматтық құқығымды аяққа таптағандарыңыз үшін, мен де мына барлықтарыңды сотқа берем. Ай, қорқақ бейшара. Баяғыда қорқақ едің сенің. Әлі қалмапты ғой қорқақтығың. Бейшара? Қалай сөйлейсіз сіз? Бейшараны ана айнадан көресіз. Сіз біле білсеңіз, менің сіз сияқты
сүйіктім болған емес, әйелім де болған емес, мына сияқты қызым да болған емес. Не болып кетті мына жерде? Мен айттым ғой, менің әйелім бар, балам бар деп. Айтпақшы, мына қағазға қол қойып беріңізші, келді кетті деп. Тағы ертең келмеді деп жүрерсіздер. Бәле қылып. Қызық екенсіз, қайда кетпексіз сотты бастамай жатып? Үстіңізден көлемді жыл кесіп жіберсем не істемексіз, а? Сізде өзінше бола бермеңіз. Бағана айттым ғой, мен түк қатысым жоқ деп. Сізде өзінше бола бермеңіз. Сізде сот емес, жай ғана соттың хатшысы екеніңізді ұмытпаңыз. Кешіріңіз. Жағдайдың осындай болуына байланысты сот болуыма тура келіп тұр. Сондықтан ешқайда да қашпай, сұраққа жауап беретін боласыз. Жауап берушілер түгелденді. Сот отырсын, бастаймыз. Құдайым-ай, қайда келді? Ей, төмендегілер! Маған келіп түскен талап арыз бойынша сот отырсын, ашық деп жариялаймын. Алдымен әйел жауапқа шақырылады. Сізге үстіңізге келіп түскен талап арыз бойынша келісесіз бе? Иә, келісемін. Ал сіз үстіңізге келіп түскен талап арызбен таныстыңыз ғой? Таныстым, бірақ менің ешқандай тастанды қызым жоқ. Менің қарсы екенімді жазып қойыңыз. Қатысыңыздың қаншалықты бар жоғын тексеріс кезінде анықтаймыз. Сонымен соттың осындай сын көтермейтін жерде өткізілуіне байланысты сұрақ қысқа әрі нұсқа болмақ. Дегенмен сұрақ жауап әйелден басталады. Ана сөзі баршаңызға ең құрметті, ең аяулы сөз бола тұра, қалайша өз балаңызды өзекке теуіп, жетімхана үйіне тастап кеттіңіз? Сіз сұрақты дұрыс қоймадыңыз. Сіз жағаласпаңыз. Сұрақ жүргізуге тек мен ғана құқылымын. Қарсылығым жоқ. Бірақ мені балалар үйіне тастап кеткен жоқ. Аялдамаға тастап кетті. Иә. Аялдамаға тастап кетуіңізге не себеп болды? Не себеп болсын? Барлығы қорқыныштың кесірі. Сонда сіз өз басыңыз үшін қорыққанда, мына кішкентай сәбиіңіз қорқып жылап тоңып қалады деп ойламағаныңыз ба? Ол кезде қызды ойлайтындай жағдайда болды дейсің ба? Қорғайтында, қолдайтында ешкімім болған жоқ. Ал сіз айтыңызшы, сүйіктіңіздің жүкті болуын ести сала, қашып кетуіңізге не себеп болды? Арамызда ешқандай махаббат жоқ. Жай көңіл көтеруден пайда болған баланы мен қайтпекпін. Оңбаған. Сүйдім, күйдім деп, сүмеңдеп, ізімнен қалмай қалған өзің емес па? Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді. Алдымен қыз деген өзі абыройын сақтау керек емес пе? Иә, абыройымды ойлауым керек еді, бірақ сендер еркектер, қызда да сезім бар екен, онда да жүрек бар екен, неге ұқпайсыңдар? Ол да ет пен сүйектен жаралған адам ғой. Сүйген жігітің опасыздық жасап, тастап кетеді деген ой, үш ұйықтасам, түсіме де кірген жоқ менің. Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген. Алдымен өздерің бір иықтарыңды беріп тұрғанда, еркектің несі кетеді дейсің? Несі кетеді? Нәтижесінде мен сорлап қалған жоқпын ба? Сені аялдамаға тастап кет дегенді шешеңе мен емес айтқан. Иә, айтқан жоқсың әрине. Бірақ сол кездерде қиналып жүрген кезде қайда болдың сен, а? Ең болмаса балаңды қолың алып, ен тағып кетіп қалсаң да болатын еді ғой. Мені іздеме, мен басқа біреуге үйленемін деп, сәлем қатынды жолдап кеткен. Мен ба, сен ба? Неге үндемейсіз? Жауап беріңіз. Енді ол кезде жас болдық. Көңіл көтеріп, көңіл қосып жүрген қызыңның аяғым ауыр дегенін естігенде, бізде адамбыз ғой, қорқып кеттік. Көңіл қосып? Сабыр, жауабын күтіңіз. Ең оңай жолы қаштым деңіз. Екеулеріңіз де өз бастарыңызды күйттеп кеттіңіздер. Алдарыңызда еңіреп қалған тастанды қыздарыңыз тұр.
Осы қыздарыңызға айтар жауаптарыңыз бар ма? Айтқанда жас болдық. Осындай жағдайда ең оңай жолды таңдап кеткенім үшін кешірім сұраймын. Бұлай боларын білгенде Менен құтылдым деп ойлаған екенсің ғой. Өкінішке орай мен тірімін. Шала жансар жанымды сүйреткідей сүйрелеп жүргеніме 23 жыл болды. Жігітімнің көзінен жетімекке қарағандай аяушылық сезімін көргенде, мына өмірден ваз кешіп кеткім келетінін сендер түсінесіңдер ме? Сендер менің кім екенімді білесіңдер ме? Мен екеуіңнің нәпсісін тия алмаған екеулеріңнің күнәларың бар. Олай айтпашы қызым. Солай. Күнәһарлардың жер бетіне тастап кеткен күнәсімін. Міне мен кіммін? Өкініштен өртенген өзегім. Аяғыма ауырлаған кезде қорқып, оқудан шығып қалам ба деп қорқып, ішімді тас қылып байлап жүретінмін. Жатақханадағы қыздар сезіп қалады деп, қалтамда ақшам болмаса да, бір кемпірдің пәтерін жалдап, сол кемпірдің күтушісі болдым. Сол кемпірдің үйінің бір бұрышында жаттым. Барлық жағдайымды айттым. Перзентханаға босансам, оқудан шығып кететінімді айттым. Ол кемпір менің жағдайымды түсінді. Өзінің таныстары ерін әкеліп, мені дәл сол өзінің үйінде босандырды, бірақ. Не бірақ? Қатты қиналдым, күйзеліске ұшырадым. Босанатын уақытымда есімнен танып құлап қалыппын. Есімді жинасам, әлгі дәрігер кемпір баланы жөргекке орап алып кетіпті. Қайда апарғанын сұрадыңыз ба? Жоқ, сұрауға қорықтым. Іздеп барармын деп қорықтым. Бұл кісінің айтуынша Күндердің күнінде іздеген кезімде әлгі дәрігер кемпірдің қайтыс болған естідім. Бала сол күйінде қайда екені белгісіз құпия болып қалды. бұл кісінің айтуынша аялдамадан табылған екен. Сізге сонда әлгі дәрігер тым құрса емеурінмен білдірмеді ме? Сұрадым, иә. Балалар үйінің алдындағы аялдамаға тастап кеткен көрінді. Тым болмаса, балалар үйіне өткізсе қайтеді екен? Сіз ше? Сіз неге сол кезде қасымда болмадыңыз? Бауырыңызға неге баспадыңыз? Менің әке-шешеме қыдырғым келетінін, әдемі көйлек кигім келетінін, мойныңа асылып еркелегім келетінін. Сен неге ойламадың? Айдаладағы біреуді кінәлайсың, ал өзіңнің күнәң ше? Кешірш, қызым, кешірш мені. Кешір? Жай ғана кешірме? Мен сізді мына кісіден бірге сотқа берем. Кешірш мені, қызым. Сенің өтеуіңді өтейін деп, көзімді жұмып, ең бірінші кездескен жігітке тұрмысқа шықтым. 3 балалы болдым. Сені ұмытамын деп ойладым. Ұмыта алмадым. Саған бере алмаған аналық сезімімді 3 балама бере алмадым. Мен бақытсызбын, қызым. Сенің орныңды ешкім толтыра алмады. 23 жылдан бері сені сағындым, қызым, кешір мені. Мүмкіндік болса, я кешірмей-ақ қой мені. Мені кешірме. Алланың алдында айтам, сен мені кешірме, қызым. Мені кешірме, кешірме. Қыз бен жігіт нәпсі жолын таңдаған кезде, мына біздердің өмір бойы жылап өтетінін сіздер неге түсінбейсіздер, а? Айналамда болып жатқан өзгерістерден жүрегім айниды. Жаһандану адамзат үшін қатерлі жұтқа айналып бара жатыр. Ал ана соғысып әуре болып жатқандарға күлкім келеді. Өркениетті елдерді еш соғыссыза адамдардың өмірі қорытылып жатқаны миларына кіріп те шықпай. Мен тіпті мына бүкіл әлемді сотқа бергім келеді. Тойынған, дарақы жексұрын қоғамда өмір сүруге мәжбүрмін. Ал сіздер шап жас болып алып, не басына күн туды дейтін шығарсыздар.
сіздер менің қай жерде жұмыс істейтінімді білесіздер ме? Клондастыру лабораториясында. Бүгінде заманауи жетілген қыздар мен жігіттер отбасын құруға бастарын қатырғысы келмейді. Қыздар біздің лабораториядан еркектердің қуаттылығын бойына ектіреді. Отбасылық өмірге жанын қинамастан бала туып алса болды. Ал жігіттер ұрықтарын ақшаға сатқандарынан мәз. Тіптен соңғы кездері жат-жұрттар келіп ұрықтарды көптеп өткізетін болды. Бейне бір мен сенің ұрпағыңды ластаушымын деген мысқылын көргенде жанымды қоярға жер таба алмай. Тапсырылған ұрық кодталып, құпиясы сақталмады. Сонда айтыңыздаршы, әлгі қыздардың жатырында өзінің туған ағасының ұрығы жатпасына кім кепіл? Тіптен өзінің туған әкесінің ұрығы болуы да мүмкін ғой. Құдайым-ау, сонда адамдардың хайуандардан айырмашылығы қалды ма? Нәсілі, діні, діліне қарап жатқан ешкім жоқ. Қуатты ұрық болса болды. Қанын сақтағысы келген ол ең алдымен қыздардың жатырын сақтау керек емес пе? Ұлттың асылын сақтаушы аталарының жатырында біліс билеп жатқанда, мына елге қай бетіңмен қарамақсың? Жаһанданумен тайталасып, алға озғаннан табар пайдаң осы ма? Құдайым-ау, жатыры жынмен ұрықтанған қыздардың қандай ұрпақ өніп шықпақ? Міне сіздерге бомба! Бізге атом бомбасын тастап, әуреге түсудің қажеті жоқ. Біз өзімізге өзіміз түп тамырды жоятын бомба тастап жатырмыз. Бұл мәңгүрттену бомбасы. Айтыңыздаршы, мен мынадай мәңгүрттенген қоғамда кімді соттауым керек? Әке, неге тастап кеттіңіз? Қалайша дәтіңіз барын? Мама, түн құрғанда сіз ана жүрегіңіз ел жүрек неге мені алып қалмадыңыз? Кешірші мені. Неге тастап кеттіңіз? Енді мен не істейін? Саған не болды? Енді мен не істейін? Мен енді қалай үйленем? Үйленгеннен бұрын мына жерді қалай басып жүрем? Жоқ. Мен де сотқа берші. Мен де сотқа берші деймін. Қараш, маған неге қарамайсың? Сотқа бер мені де. Себебі мен де қылмыскермін. 3 ай болды. 3 ай болды сүйікті қызыммен тұрып атқаныма. Ол да жетімдер үйіне. Жетімдігіне өкінген емеспін. Өкінбеймін. Өйткені сүйемін. Ал әкем айтады. Өзің менен келесің. Бай жерді қызын алды. Ал маған не керегі бар оның? Ал, мен юристпін. Мына жерде тәжірибе жинақтау үшін келгем. Әкем белгілі алпауыт. Көзіне көрінген қыздарды қиып түсетін. Дон жуандығымен әлемге әйгілі. Бәлкім, анау, менің сүйіктім, бірге тұрып атқан махаббатым. Менің махаббатым, әкемнің тастанды қызы болып шықса ше. Тоқта. Мен әкемнің талай қызды екіқабат қыз соғылатып тастап кеткен шешемнен естігем. Жоқ. Егер менің сүйіктімнің
әкемді тастадыңыз болып шықсашы. Шынымен солай болып шықсашы. Шынымен солай болып шықсашы. Ей, онда менен өткен хайуан. Менен өткен жексұры жоқ қой мына жер бетінде. Ей, өлгім келем, менің өмір сүргім келмей. Рөлдерде ойнағандар: Айдауыл, Нұралем Лайық, Хатшы, Айгерім Серікова, Айел, Самал Дінжанова, еркек, Есбол Қадырқұлов, қыз, Ақнұр Төлегенова, қоюшы режиссер Диана Кеңес, қоюшы суретші Дана Жоламан, музыкамен әрлеген Бүркіт Абибулаев, жарық қоюшылар Ғабит Базанов, Нұртаза Ордағұлов.